Құрметті ағайын, келесі сөз құрмет және отан ордендерінің және мемлекеттік сыйлықтың иегері ақын Светқали Нұржанға беріледі. Аузубиллахиминашшайтанирражим. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламуалейкум. Әлеумет. Жаны биік азамат, жаны жылы жамағат. Алла тағала діліне сәуле түсірген, сәуле берген, тіліне тәубе берген қазақтың ұрпағы баршаңызға мынау ұлы әулиелеріміздің әруақтарының құрметіне беріліп жатырған аз садақа қабыл болсын айтқым келеді. Бұрынғы шалдарымыз айтады, тарихтан айтпай шешілмес өткен күннің жұмбағы деп. Сол айтпақшы, бұл бабалар жөнінде әңгіме қозғарда арғы бергіні еске алып өтпесе болмайды. Біздің осы отырған сізбен біздің бабаларымыздың яки түркі халқының азаматтық мемлекеттік тарихының өзі бізге белгілісі 7000 жыл. Бұл жылдарда біздің дулығамыз көкке шаншылып, күллі әлемге билік айтқан, әлемге әмір жүргізген кездеріміз болған. Күллі дүниеге ұлы қағанаттарымыз болған. Ал енді рухани тат бұл 7000 жылдың ішінде ада қазіргі біздіге төбемізден қарап жүрген ұлттар ормандардың арасында жалаң бұт жүргені рас. Ал енді рухани тарихымыз қанша заманға созылады, оны біліп жатқан әзір адам жоқ. Міне сол ұлы замандардың сондағы дүниеге сәуле шашқан біздің ордаларымыздың бірі Алтын Орда заманы. Оны Ұлығұлыс деп атаған бабаларымыз. Ұлығұлыс ордасын басқа елдер, сырт елдер Алтын Орда деген себебі итаяғы күмістен, ит жабуы пүліштен бүкіл ордасының бәрі алтыннан болғаннан кейін басқа елдер бізді Алтын Орда деп атап кеткен. Міне сол Алтын Орда дәуірінің дәуірлеуіне қызмет еткен ұлы тұлғалар болды. Соның басында күллі дүниенің темірқазығы Құтбул Ақтап, Құл Қожа Ахмет Яссауи деген кісі тұрады. Біз әлі ол кісінің қызметін толық түсініп болған жоқпыз. Ол кез біздің түркі халықтарының санасы араптанып, тілі парсыланып, қазіргі қалымыз сияқты тәнтәнай болып бара жатқан кез еді. Міне сол кезде тарих сахнасына Қожа Ахмет Яссауи бабамыз шығып, түркінің алдына араб пенен парсының тілінің бөркін алдырды, өзінің хикметінде айтылғандай. Сөйтіп әлемге түрік руханияты, түрік мәдениеті деген бағзы түрік мәдениеті менен, бағзы түрік танымы менен ислам дінінен симбиоз жасай отырып, адамзат тарихында болмаған бір алтын сәулелі заман орнатты. Әр заманның өзінің екі патшасы болады. Біреуі ресми патша, біреуі рухани патша. Міне сол рухани патшамыз Құл Қожа Ахмет Яссауи еді. Түркістанда көк күмбездің астында жатқан. Әлі денесі согүйі тірі жатқан бабамыз 900 жыл бойына. Міне сол кісінің бірнеше 360 шәкірті 3 жерде аттанған. Осы ұлы ғылымды жаю үшін. Қожа Ахмет Фақих әулие бастаған 360 әулие анау Түркияның Кониясына барып білім өркениет жайды. Нәжмадин Кубра бастаған 360 шәкірті көнергенішке келіп, осы ілім білім өркениетті жайды. Шопан ата
Әзірет әлі Мұхаммед Ханафиядан тарайтын Мұса деген кісі. Құл-Қожа Ахмет Яссауидің халифаларының бірі, яки орынбасарларының бірі бастаған 360 әулие Маңғыстауға келді. Міне әлемге тараған осы ұлықтардың Шопан ата қойдың пірі, Зеңгі баба түйенің пірі, Ойсыл қара Уайс Қарани әулие, Қамбар ата жылқының пірі, Мылқайдар ата желдің пірі. Мысалы, Дәніспан ата міне жатқан. Өзінің ағасы Садыр шейхтің баласы Мұхаммед Дәніспан Зарнухи деген кісі міне Таушықтың қасында Маңғыстауда 9 ордасы болған. Бұл кісі тау атасы. Тау атасы Данышпан көп тауларды жетектеп жеткен екен алыстан деп бабаларымыздың айтып кететіні содан. Маңғыстаудың ойында Дәніспан деген тау екен. Дәніспанның басында Түркістанда оқыған 38 бал екен. Даныспанның әкесі Садыр шейхтан екен деп кеткен кешегі шалдарымыздың бізге қаттап жаттатып кеткен тарихы осы. Міне сол ұлық бабамыз Шопан ата әулие Бекет атамның ғайып пірі. Оны Қашаған Күржіманұлы деген Маңғыстаудың тілі болған ұлы шайыр Бекет пен өмір екеуі бір ғайып бірден баталған деп айтып кеткен бізге. Ал енді қазір әр түрлі дүниеде саясиланған ислам қазір біздің рухани әлемімізді быт-шыт қылып жыртып жан-жаққа алып баратыр. Жастарымыздың көбі ектеріне сақал байлап, мына әулие ширк деген жаман жат идеологияларды бойына сіңіріп алып, жат далаға қарап ұлып жүргені сізбен бізге жасырын емес. Бүгінгі өткізіліп жатырған шара міне сол жат жау идеологияға қарсы қойылып атырған қамалдың бірі деп есептеймін өз басым. Сөйтіп Бекет атаның да жолын жан-жаққа тартқылап жатқан ағыстар көп, саясиланған ислам. Мысалы, осы кеше мен енді өзім қатыса алмадым, елде болмай. Кешегі өткен атаның конференциясында бір теолог ғалым Бақыржан деген пір болмаған, ол сопылардың пақырлық қалы мақамы деген әңгіме айтыпты. Жоқ, олай емес. Жағы біздің осы Маңғыстауда көп айтылады, жайына келіп жөніне кеткен қонақтан айналмайсың ба деп. Қонақ келсін, төрімізге шығарамыз, құрметтейміз, үстіне шапан жабамыз, астына ат мінгіземіз, жетегіне нар жетелетеміз. Бірақ ол қонақ жөніне келіп жайына кету керек. Елдің арасына ірткі салмау керек, бүлік салмау керек. Кен жақтан Керей ұлы айтады, мысалы. Әулие Бекет пірімнің оғыланды да ошағы жалыны шалқып шақырған. Мүриті қойдай маңырап соңынан еріп қапылған, зікірмен зарлап ертегеш Аллаға жылап ақырған. Шариғаттың жолында баспаған қадам қапылдан, тарихаттың жолында сәріден сапырған, дәріс айтқан ұстазы үргеніштеп ақыржан. Үйренген, ұстанған үлгі жолы бар Құл-Қожа Ахмет тақсырдан. Алласы қалап әуелде уәлилерге бас қылған, миғражда нұрын көргесін хақ расулы паш қылған. Арыстан баптай досына аманат құрма тапсырған. Солардың үлгі жолымен Бекетім шықты дін түзеп, көкірек көзін аштырған. Ал енді осындағы айтқан ақиқаттар, бұл көне тарихтың бәрінде бар ақиқаттар. Біз пайғамбарымыздың миғраж сапары туралы сенеміз, иман келтіргенбіз. Біз сондай-ақ ақ пайғамбарымыздың 33 мың сақабасының алдында, о кісінің көптеген 100 мыңның үстінде сақабасы болған, бірақ 33 мың аталатын себебі өзінен 400 жылдан кейін дүниеге келетін дінінің ақырда жанатын жұлдызы Құл-Қожа Ахмет Яссауиге Арыстан баптай досына аманат құрма беретін жиын. Сонда 33 мың сақаба болған. Міне, содан бері біз де сол оқиғаға, сол аманат құрмаға сенеміз. Аманат құрманың Әзірет Сұлтанға тапсырылғанына иманымыз бар оған. Сондықтан Қожа Ахмет Яссауидің ілімі біздің негізгі темірқазығымыз деп отырған қазіргі еліміздің басшысы, жаңа ғана өздеріңізге хаты арналған Қасым Жомарт Кемелұлы,
темірқазығымыз Қожа Ахмет Яссауи деп отырған кезде біз басқа жаттың идеологиясын тықпалаудан аулақ болайық ағайын. Қожа Ахмет Яссауидің жолынан Бекет атаны ешқашан ажыратып ала алмайсыздар. Кешегі мына жатқан жерлер жайлы болсын, айналайындардың, аталарым, ағаларымыздың. Қабиболла Сыдиқов, Жетібай Жылқышұлы сияқты ағаларымыздың бізге қолымызға ұстасып кеткен көне қазыналарының ішінен шыққан көп деген жырлар бізге қазір қару құрал болып тұр. Осында есанау біз сияқты, мына мен сияқты ұрпақтың келетінін біліп, соқырға таяқ ұстатқандай қылып аталарым маған айтып кетіпті. Соның бірі Жаманадай Құдас Досымұлы деген кісі өткен ғасырдың басында зарлайды. Ғанилар кірінен, сопылар зікірінен айырылған заманда айтқан толғау. Сонда бидейді: Кәуірден патша болған күн, исламнан дін кетті, мұсылманнан күн кетті. Ақжолға түсті ноқталық, күннен күнге ел азып, көкірек тозды таттанып, негазғанын қараңыз, әулиесі қойдай маңыраған Маңғыстаудың ойында дәріс айтқан ғалымдар жария зікір топталып, уәлилердің сесінен шайтандар қашты от қарып, кәпірдің салған кәрінен сол жақсы әдет қалды тоқталып, адасты сөйтіп көп халық. Көкірегімді сөгейін, көзімнің жасын төгейін, ата бабамның қайран жол ізделер бір күн жоқталып деп. Міне, осы шаралардың бәрі де сол ата бабамыздың қайран жолының ізделуіне бағытталып жатырған шара. Алла қабыл етсін осы біздің ниетімізді, ықыласымызды. Ал енді бұл бір өткенге ғана құрмет, біздің тарихымызға ғана жасаған қызмет болып қалмайды. Қазір көріп отырсыздар, діл ұсылдан айырылғаннан кейін ең соңы жынысыңнан айырылып құрып баратсың ғой, айналайын ағайын. Оны кімнен жасырамыз? Ал сол бәлекеттен келе жатырған құбыжық, әлемдік құбыжықтан құтқаратын біздің осы ұлы әулиелердің ұлы жолы. Біз қайтадан сол алтын шынжырға жабысқан күні ғана өзіміздің қазақ екенімізді, өзіміздің тағы да күлемге күлкі емес, әлемге үлгі болатын ұлттың ұрпағы екенімізді мойындап дәлелдей аламыз. Сондықтан бүкіл ғылымда, дінде, өнерде, өркениетте осы әулиелердің ұлық жолында тұр. Мен сөзімді қорытындай келіп, өзімнің бір-екі шумақ өлеңімді оқып берейін. Оғланды тауы ояну деген, табанымның астында көне соқпақ, құпияңды келгенсің неге сақтап, қара тасты қақ жарып пір атамның көрінердей дәл қазір елес аппақ. Сұртастар тұр заманның желі жеген, сықыл демес алайда өлі керең, жүрегімнен жұпарлы сәуле борап, еміренем арқарға меңіреген. Күл әлемнің тұрғанда көркі қашып, қазір ғана шыға кеп елті қашық, пір атамды оятып алатындай, ордасының түндігін желпіп ашып, көркі қашып, ғаламды түнек торып, тілек сөніп құр жүрміз, күн өткөріп, жан атамның мешіті осы қазір бүлк-бүлк соғып кетердей жүрек болып, солай болмақ. Алмаңыз жанға секем, мәйт күйде күн кешуді албас екен, тау тірілген сәтте сол метінденіп, тас жүрегім бүлк етпей қалмас екен. Сіздердің де жүрегіңіз сол тас тірілген, түрлі дүние таулардай сілкінген күні, ғаршыда айт мейрамы басталған күні, жүректеріңіз бүлк етпей қалмас екен. Алдымызда Мағдауияттың алтын заманы тұр. Оны мына бабаларым айтып кеткен. Сол заманды бірге қарсы алайық. Жүрегіміз тірілсін, тілегіміз біріксін ағайын. Құрмет құтты болсын. Сметқали ағамызға рахмет айтамыз.